Өткір қанжар сияқты тіліп түседі, арасында бір анайы сөздері де бар. Ол менің сөзім емес, Қашекеңнің өзінің сөзі, шалдардан жеткен. Арасында айтылып жатса, оған ренжімеңіздер енді. Сұпеке ашылғандай, атылғандай, ай болмаса тентек қандай, атылғандай, атылғандай. Ай атаңнан қонағылы деген жоқ бе, жақсылар айтып кеткен ақылғандай. Бақидың жемісінен қапылғандай, иманнан қашыққандай, жақынғандай. Қонақпен керістіріп қойғаннан күнәмет келін әдепке шақырғандай. Шарқы жолын ұстаған сұпы болсаң, мейман жайлы көрмеппен бақырғандай. Байгалдым талай жерде шабыспенен, қашанған күнім өктау жарыспенен. Нәсібен осылайша жаралғасын, жақынды араладым-ау алыспенен. Құдайдан қорыққан пенде қондырар деп, әй мен келдім сұпы деген әлі, табыспенен бұның әкесіне де бет қаратпай жатыр, бұның әйеліне де бет қаратпай жатыр. Бұл еғылған адам деп, жаңа сұпының баласы, келіншектің күйеуі жайлап барып Қашекеңді қолынан жетектеп, мына жерге келіңіз, мына жерге кіріңіз деп бір жерге алып барып кіргізді. Кіргізсе, сөйтсе, ол кіргізген жері арық тұрып, қамап бағатын бір қора екен. Қашекең айтты, мен бұл жерге отырмаймын, бұл жерде қонбаймын. Шығатта сұпының үйіне кіріп алады. Сұпының үйіне кіріп алса, сұпы бұған мән бермейді. Амандық саулық жоқ. Келдің, кеттің жоқ, кірдің, шықтың жоқ. Жайлап, жай намазын жайып жіберіп, намазын оқи берді дейді. Сөйтіп, намазын оқып жатқан уақытта Қашекең домбырасы осылай сүйеулі тұр керегеде. Жаңа сұпының ақтығы жүр екен, немересі жүгіріп. Келді де домбыраны қағып жіберіп еді, оқиын деп жатқан намазын бұза салды. Таста ішіңді бәлен қылайын, қайдағы сайтанның сайғағын қуа қашты. Бұл жын шайтанның ойын құратын жер емес, бұл Құдайдың үйі, Құдайға тігілген үй деп айтады. Сосын Қашекең біртүрлі болып қалды. Бұл 14 жасымнан бері жолдас едім. Мен бұл домбырамен жүріп, жақсылыққа жұртты шақырдым, жамандықтан тыйдым, насихат айттым, шариғи сөз айттым, басқа не айттым мен? Бұның бұл домбыраны ағашты оқтағаны қу ағаш деп, бұнысы бір қызық болдау деп, әдепсіздік болдау деп сөйтіп отырғанда, баяғана мал жайғарып тұрған жігіттер көрді ғой енді Қашекеңді. Сұпының үйіне барғанын көрді. Бұны бір қызықтайды деп, әрі бір лебізін тыңдайды деп, үйдің ішіне ішке бір қарайған адам саулап кірді дейді. Сосын кіргеннен кейін Қашекең қолына домбырасын алды да, бұл кісі де сөйлей берді дейді. Жақсылар келдің жиналып, қашаған ақын келді деп, кеудесін мұның кенді деп, кеңес берелі енді деп, сендерге кеңес беруге ай отырған жоқпын сыйланып. Жасы жеткен шал емен, нәресте сәби бал емен, шығып жүре беруге ай отырмын етіп қималып. Жалғыз билеп тұрғандай бақименен пәниді, Сұпекең неге даниды, тәкәппар менмен мұндайды, тәңірім жазлай таниды. Мен келгенде үйіне ай сәлемімді алмастан, мейманға назар салмастан, оқимын деп намазын ай оңтайлай берді-ау көпөзін. Тартайын десем домбыра, жемелеп отыр сөкөзін. Бұл сұпының мен білдім ай дінінің тұтқан мүкөзін. Жақсы болсаң Сұпеке, ислам діннің құты болсын, жаман болсаң Сұпеке.